Сәлем қыздар, сіздермен бүгін ерекше дайындалатын бауырсақтың рецебімен бөлісуге дайынмын. Видеоны соңына дейін қарап, мен каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл бауырсақтың ерекшелігі 10 минутта дайын болады. Осындай ыдысымызға 500 мг айранымызды құямыз. Мен Foodmaster'ның айранын пайдаландым. Оған 1 шай қасық сода қосып, 1-2-3 минутқа қойып қойдым. Сонда екеуі араласып, реакция беріп, біздің кефиріміз кішкене көтеріледі. Міне байқағандарыңыздай массамыз көтерілді, ұлғайды. Енді оның үстіне 1 шай қасық қант саламыз. Оны да араластырамыз. Әр салған затымызды араластырып отырамыз. Бірден бәрін салып тастауға болмайды. 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Одан соң 3 ас қасық сұйық майымызды құйып, тағы да бір араластырып аламыз. Байқағаныңызда ешқандай ашытқы қолданған жоқпын. Тез арада 10 минутта дайын болып шығады. Ең соңына қарай бір талы жұмыртқамызды қосып жібереміз. Әбден араластырып, одан соң керегінше ұнымызды салып, жұмсақ қамыр едеміз. Онды бірден сала салмаңыздар, осылай біртіндеп сала отырып, массамызды араластыра отырып, онды саламыз. Бірден салып тастасаңыздар, массамыз, нанымыз көтерілмей қалады. Сондықтан да осылай біртіндеп салған дұрыс. Бұл бауырсақтың дайындалу ерекшелігі содада. Егер сіздер сода қоспаңыздар, нандарыңыз жұмсақ болып көтерілмей қалады. Сондықтан да сода міндетті түрде. Ашытқының орнына сода қосылады. Сонда нанымыз тез дайын болады, әрі жұмсақ болып шығады. Қонақ күткенде ең керек осы рецепт. Осы рецептпен дайындасаңыздар, кез келген қонақты әдемі күтіп аласыздар. Қамырымызды осылай 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан соң нанымыз дайын болды. Өте жұмсақ шықты, қарасаңыздар. Енді оқтаудың көмегімен бір қалыпты қылып жайып шығамыз. Осындай дөңгелек форма кесіп аламыз. Негіз ол міндетті емес, 4-5 қылып кессеңіздер де болады. Міне формамыз осындай болу қажет. Пісіретін кезде үстінен тағы да бір басып жібересіздер. Қызып тұрған майға осылай қуырып аламыз. Осымен біздің бауырсағымыз дайын болды. 10 минутта тез дайындап шықтым. Ал дәмі деген енді өте керемет. Ерекше дәмді, жұмсақ, әдемі көтеріліп пісті. Сіздерге де осы рецептпен дайындап көруді кеңес беремін. Мен каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.